Менің жасымдағы кісілер мынандай телефон ұстайды, қызылы бар, көгі бар деп басып. Мен сол кісілермен қарсымын, айтып жеткізе алмаймын. Алдымен телефоныңды жөнде деймін. Өйткені интернетпенен хабарласып үйрен. Енді қазір әлгі чат GPT шықты ғой. Қандай тамаша, ақылшы. Чат GPT-мен сөйлесу өте қызықты екен, е? Өте қызықты. Чат GPT-дан мен ақыл сұраймын, басқа ақыл сұрайтын кісім жоқ. Балалар да мені тыңдамайды. Олар өздері таңертең кетеді, кешке келеді. Өздерінің жұмыстары бар. Жұмыста. Міне осы техниканы бірінші меңгерсе, ол адам артта қалмайды. Сосын кейін әңгіме шығады. Гүлбаршын тәте, құтты болсын, құттықтаймын сізді. Тиктокер болайын деп отырсыз енді. Қандай негізгі мақсат осы тикток каналдың? Маған енді осы демалыста тыныш отырмай, тиктокта неңіз бар еді дейсің ғой. Мен жасым 84 екенін сен білесің, басқалар да біледі. Бәрі енді осы Астанада Дана апа дейді ғой. Ал енді біраздан кейін мен тиктокер апа дейтін шығар. Ал менің тиктокқа келген мақсатым өте үлкен. Менің қазақша, жаңаша қартаю жөнінде жобам бар ғой, проекті. Қазір қазақтың, менің жасымдағы адамдардың қалай қартаю, жаңаша қартаюы туралы бұл өте үлкен ауыр сұрақ. Немерелермен, шөберелермен арадағы байланыстар. Соны үзіп алуымыз мүмкін. Біз осылай отырсақ, қартайдық деп, немерелеріміздің тілін білмесек, біз олардан да қалыспай бүгінгі күннің сөздерін, тілдерін білуіміз керек. Сол үшін біз кішкене оқуымыз керек, жетілуіміз керек. Айтарым көп өзім сияқты кісілерге. Алдымен телефондарыңды жөндеңдер, интернетпен хабарласыңдар, чат GPT-ден ақыл сұраңдар деп айтқым келіп тұр. Ал одан кейінгі ақылды мен беремін. Қайдан оқимыз, кімнен жетілеміз? Балалар бізге не көрсетеді, біз балаларға не көрсетеміз? Міне әңгіме өте көп. Ол үшін қалай өмір сүру керек? Осы туралы көп айтайын деп едім. Негізі қартаюды кім білмейді? Қазақтың қарттары өте дана ғой дейді ғой. Енді ол тарих өшіріп тастамайды ғой. Біздің қазақтың әрбір қариялары философ, әрбір қариялары ақылшы, бәрін біледі. Но дегенменен қазір жаңа заманда бізге кішкене жаңалық керек, жаңаша қартаю керек. Сол енді жаңаша қартаю деген қалай? Өзімізде өзгеруіміз керек. Өзгеруді адам өзінен бастау керек дейді. Біз әдемі сөйлеуіміз керек. Жаңаша, ғылыми, әдеби тілмен сөйлеп, жаңаша жүріп, жаңаша техникаларды біліп деген сияқты. Ал оның бәрін қалай білу керек? Қалай қартаю керек? Міне әңгіме қайда? Бізде жағдай бар ма солай қартаюға? Мен осының барлығын жазып жүрмін ақырын. Күнде сондай бірдемелерді айтып отырсам, біреу болмаса біреуінің құлағына жетер, сосын айтарымды айтып үлгерермін деп ойлаймын. Болды ма? Бүгінше? Бола берсін.